Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ләззат. Достар, бүгін біз тамаққа қосып жейтін ащы дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін маған 5 кг қызанақ, 2 кг тәтті бұрыш, 500 г сарымсақ, 5 түйір ащы бұрыш қажет. Ең бірінші сарымсақты ет тартқыштан өткізіп, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Одан соң қызанақты, тәтті бұрышты, ащы бұрышты барлығын қосып араластырамыз. Бұл приправаны әртүрлі атайды. Кобра дейді, огонек дейді. Мінекей барлығын жақсылап өткізіп аламыз. Одан соң барлығын араластырып отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін тағы да былғап жібереміз. Бетіндегі көбігін алмасаңыздар да болады. 200 г май құйып қайнатамыз. Арасында осылай араластырып тұрған жөн. Бұл рецепті мен көп жылдан бері пайдаланамын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Барлық рецепті описаниеге жазып қойдым. Менің арнамда бұдан да бөлек көп деген рецепттер бар. Сондықтан да менің арнама тіркеліп, менің салған рецепттермен сіздер де бөлісіп отырыңыздар. Жарты сағат қайнағаннан кейін сарымсағын салатын боламыз, және де оны да қайнатамыз. Мінекей біздің приправа қайнап жатыр. Енді оған қант, тұз, жапырақ, түйір бұрышты қосып, тағы да 20 минутқа қайнататын боламыз. Бір 5 минут қалған кезде бір қасық уксус құйып 5 минуттай қайнатамыз. Бар жоғы 50 минутта біздің приправа дайын болады. Алдын ала стерилдеп алған банкаларымызға тез-тез құйып шығамыз. Қақпағында дәл солай жақ қайнатып стерилдеп алдым. Достар, мені арнама әлі де тіркелмеген болсаңыздар, мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттер сіздерге көрінеді. Мінекей бізде қыста сақтайтын осындай приправа дайын болды. Ас болсын достар.